Гертруда Плайц естелігі. Құдайым-ау, тас деп атқан түйнегі, тас емес қой көріп жүрген күндегі. Сүт иісі тас түйнектен сезілген, өмір жолын жатқанымда үзгелі, жалғастырды үміт жібін мендегі. Тартып талай көрген өмір байгысын, қарияның кім ұғыпты бұл ісін, кім біліп данабай құс бел шешіп жібергенін қатерліске жалғысын, танымайтын әйел ана бала үшін. Ұмытып ем Құдай барын иманды, өмірімді ұятымды бойдағы. Тас ататын маған қарап қазақтар үйретеді адамдарды қимауды, күресуді, босқа қарап тұрмауды. Еңбектеймін мұз үстінде тас жинап, белгісіздер жіберіпті нәр сыйлап. Қараңғыда казарманың ішінде қазақ әйел құрт деп айтты сыбырлап. Отты тозақ ішінде бұл бір жұмақ. Менің тартқан білмейсің сен азапты, қасіреттер жанымда әбден қажапты. Құдайды да, тірлікті де тәрк еткем деп жүргенде сүйеніш дос қалмапты. Сүйенішке Құдай маған жіберіпті қазақты. Өрлігімен үлгі болған балаға, қыран халық, батыр халық далада. Өзі өліп, өшіп бара жатса да жан жылуын ұсынатын адамға. Қазақ аты сіңіп қапты санама. Неміс едім, Иса жолын бір тұтқан. Ал жүрде мен Құдайымды ұмытқан. Мұхаммедтің өңбетіне бас иіп, алғыс айтам сүттен айраны ұйытқан қазақтарға асыл тасты бұйыртқан.